Сәлем достар, бүгін сіздерге 3 минутта ең жұмсақ және тез дайындалатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бүгінгі дайындайтын пиццамыздың қамыры өте жұқа және жұмсақ болып шығады. Ең бастысы достар, пиццаға керек заттардың бәрі сіздің үйіңізде табылатын заттар болады. Сондықтан осы видеоны мұқият соңына дейін қарап шығыңыздар. Ал дайын болсақ, бастайық достар. Ең алдымен бізге 250 мл жылы су керек болады. Оны ыдысымызға құйып аламыз. Бір ас қасық дрожжімізді суымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі бізде бір ас қасық шекер керек болады, оны да салып араластырып аламыз. Бір шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып алыңыз. 100 мл сұйық майыңызды өлшеп, массаның үстіне құйып, жақсылап оны да араластырыңыз. Дайын болған массаның үстіне аздан ұн салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып 20 минутқа ыстық жерге қойып қоюымыз керек болады. 20 минуттан кейін біздің қамырымыз достар осындай болып, әдемі болып көтеріледі. Көтерілген қамырымызды 5-6 рет басып жібереміз де, тура ортасынан тең екіге бөліп аламыз. Бөліп алған екі қамырымызды жақсылап домалақтап 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Домалақтап алған қамырымыз демалғанша біз противенімізді дайындап алайық. Аз мөлшерде противенге сұйық майымызды құйып, жақсылап майлап аламыз. Қамырымызды противенге салып жіберіп, жақсылап жаюымыз керек болады. Шеттерін ортасын басып үлкейтіп аламыз қамырымызды. Жайып, пиццаның формасына келтіріп аламыз. Жайған кезде тегіз бір келкі етіп жайып алыңыздар. Енді қамырымызға кетчуп жағатын боламыз. Мен 3 желания кетчубын қолдандым, сіз қалаған кетчубыңызды қолдана берсеңіздер болады. Кетчупты толығымен жағып аламыз, сосын бізге ірімшік керек болады. Моцарелла деп жазылғанын алыңыздар. Үккіштің ұсақ тісінен шығарып аламыз. Сол кезде ірімшігіміз жақсы еритін болады. Дайындап алған сырымызды қамырға салып шығамыз. Үстінен шұжығымызды қойып шығамыз. Тәтті болгар бұрышының жартысын алып, майдалап турап тастаймыз да. Оларды да шұжықтың арасына салып шығамыз. Ал енді бізде соңғы штрих, ол үстінен тағы ірімшігімізді әдемілеп толықтай жайып шығамыз. Енді пиццамызды 180 градуста 20 минутқа пешімізге салып пісіріп аламыз достар. 20-30 минуттан кейін бізде осындай әдемі пицца пісіп шығады. Қандай күшті болып пісті. Камераны жақындап көрсетейін, міне қараңыздар достар. Ірімшігі толықтай еріп, қамыры қып-қызыл болып шықты. Моцарелла ірімшігін қолдансаңыздар, осындай жақсы еріп және созылып тұратын болады достар. Бүгінгі қараған рецептіңіз ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, ұнаған-ұнамаған жазып кетіңіздер достар. Басқа да оңай рецептілерді көргілеріңіз келсе, каналымызға өтіп, подписаться етіңіздер достар. Бәрімізге ас болсын.